Алланың субути сипаттарының бірі сәмә, яғни есту. Бұл Алла тағаланың затындағы қадим сипаты, бүкіл нәрсені еститінін білдіреді. Оның бір нәрсені естуі, екінші нәрсені естуіне кедергі жасамайды. Өйткені Алла тағаланың естуі ағзалар мен құралдардың көмегіне мұқтаж емес. Немесе жаратылысты Алла жаратпай тұрып, оның қадим болған есту сипаты бар еді. Ол бұл сипатымен барлық дауыстарды бір мезетте естіп біле алатын кемелдік иесі. Имам Матуридинің Құрандағы Алла тағаланың есту сипатына қатысты аяттар жайлы ойын былай түйіндеп қорытындылауға болады. Алла тағала жамандық жолында жасырын бас қосып, өзара келісім жасағандардың да, ізгілік жолында уәде беріп, сол уәдесінде тұрмағандардың да, немесе әрдайым ақиқат жолында жүріп, шындықты айтқандар мен тек қана ұлы жаратушына жалбарынып дұға тілеп жасағандардың да сөздерін толық естіп біледі. Тіпті кімнің көңілінде нені жасырып, қандай мақсатта өмір сүріп жүргенін де өзіне лайық сипатымен хабардар. Яғни, адам ешкім естімеді деп жасырған бір сыбырының өзін Алла тағаланың еститінін әркез естен шығармаған жөн.